Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 5-ші сынып. 1-де 2-ші сабақ. 18-ші және 27-ші есептерді бүгінгі сабақта шығарамыз. Олай болса сабағымызды жалғастырайық. 18-ші тапсырма. Ауызша есептеңдер дейді. Ең алдымен біз 47-ге 29 қосамыз 76, 76-ны 38-ге бөлеміз тең 2. 2-ні 54-ге көбейтеміз 108. 108-ден 48 айтамыз тең 60. 60 бөлу 5 тең 12 болады. Әрі қарай екіншісі 30-ды 7-ге көбейтеміз 210, 210-нан 90 аламыз 120, 120-ны 8-ге бөлеміз 15, 15-ге 55 қосамыз 70, 70-ті 14-ге бөлеміз тең 5. Үшінші 90-ды бөлеміз 5-ге 18, 18-ге 27-ні қосамыз 45, 45-ге 3-ті көбейтеміз 135, 135-тен 55-ті айтсақ 80, 80-ді 16-ға бөлсек тең 5. Төртінші 80 азайту 24 тең 56, 56 бөлу 8 тең 7, 7 қосу 59 тең 66, 66-ны 2-ге көбейтсек 132, 138 32-ге 18 қоссақ 150 деп жазамыз. 19-ші есеп. Координаталық сәуледе А, В, С және Д нүктелеріне қандай сандар сәйкес келеді? 1-де 4-ші сурет дейді. А, В, С және Д нүктелердің координаталарымен жазыңдар дейді. Яғни мына бірінші суреттегі біз координаттан жазуымыз керек. О нүктесі бізде 0 болғанда, мына жер 1 болып тұр, сонда А нүктесі 2 болады. Мына жер 3 болады, мына жер бізде 4 болады, мына С нүктесі 5 болады, оның қасындағы нүкте 6 болады, Д нүктесі 7 болады, мына жер 8 болады деп жазамыз. Яғни біз мына координаталық сәулені осындай сандармен толтырамыз. Енді әрі қарай осы бойынша жазамыз. А бірінші О 0-ге, А 2-ге, В нүктесі 4-ге, С нүктесі 5-ге, Д нүктесі 7-ге тең дейміз. Енді екіншінде қарайық. 0 бізде О нүктесі 0 болған кезде аралық міне 1, 2, 3, 4, 5 дейді. Яғни мына жер 5 аралықты құрап тұр дейді. А нүктесі 5. Яғни келесі мына жер 5 аралық болғандықтан, яғни біз 5-ке 5-ті қосамыз 10 болады. Сонда В нүктесі 15, мына қасындағы нүкте 20, С нүктесі 25, мына 30, мына 35, Д нүктесі 40 болады. Енді осы бойынша координаталарын жазып шығайық. Екінші бойынша О бізде 0-ге, А бізде 5-ке, В 15-ке, С 25-ке, Д 40-ға тең деп жазамыз. 20-ші тапсырма. Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 1 см кесіндіні алып, координаталық сәуле сызыңдар. Оның бойына 2, 6, 8 және 9 сандардың кескіндейтін А, В, С және Д нүктелерін белгілеңдер дейді. ОА, ОВ, ОС және ОД кесіндерін ұзындықтарын сантиметр есебімен табыңдар дейді. Яғни біз бірінші координаталық сәуле сызамыз. Оған біз бір 10 нүкте сиятында етіп қояйық. Енді осыларды нумерациясын қояйық. Мысалы бірінші 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни мен 9-ға дейін сандық сәулеге цифрларды орналастырдым. Енді бірінші біз 0-ді 10 нүктесі дейміз. Келесі А-ны біз белгілеуіміз керек. А-ны біз 3 деп алайық мысалға. В-ны біз 5 деп алсақ, С-ны біз 7 деп алсақ болады. Енді осы қойылған нумерациялар бойынша, яғни номерлейтін әріптерін қойғаннан кейін біз әр қайсының қанша сантиметрді құрайтын жазып шығамыз. Яғни ОА нүктесі бізде 3 сантиметрді, ОВ нүктесі бізде 5 сантиметрді, ОС нүктесі 7 сантиметрді құрайды деп жазып қойсаң болады. Яғни мен А, В, С мына нүктелерін өзім бойынша шамамен 3, мынау 5, мынау 7 деп жазып қойдым. Сен басқаша сандарды қойсаң да болады. Орындарын ауыстырып өлшемін. Енді Д нүктесін жазамыз. Осы жерде Д нүктесі бізде 9 сантиметр деп жаздым. Яғни Оды 9 сантиметрді құрайды деп жазасың. 21-ші тапсырма. Бірлік кесінді дәптердің екі торкөзінің ұзындығына тең координаталық сәуле сызыңдар дейді. Координаталық сәуле бойынан бірінші А4 және В8, екінші А3 және В11 нүктелерін белгілеп, АБ кесіндісінің қақ ортасындағы С нүктесін координаторымен сызыңдар дейді. Енді мен мына жерге клетка дәптерін қойып қойдым. Себебі бірлік кесіндісі дәптердің екі торкөзін құрайтын дейді. Яғни мынандай координаталық кесінді сызған кезде
әрбір екі тор көзден кейін бір координаталық мынандай кесінді сызып шығамыз. Яғни мына жерден бастаймыз дедім. Мына екі тор көзден кейін біреу сызам. Екі тор көзден кейін тағы біреу. Сенде осылай дәптеріңе екі тор көзден координата сәулесі сызгенде осылай өлшеп сызып шығасың. Енді әрі қарай нумерациялайық. Мынау бізде О нүктесі басталады, О нүктесі бірден басталады. Мен 10-ға дейін мынандай координаталық сәуле сыздым. Енді осыған А4 дейді. Яғни Аны біз 4-ке қоямыз. В8 дейді. 8-ге бұны қоямыз. Екінші А3 дейді. Енді осы бірінші бойынша шығарып алайық. Енді осы мына бірінші бойынша жазамыз. Бірінші бізде ОА 4 см, ОВ бізде 8 см. Осы екеуінің қақ ортасына С нүктесін жаз деп тұр. Яғни мына екеуінің қақ ортасы менде 6 болады, сондықтан оған мен С-ны көрсетіп қойдым. Сонда сен осы жерге қақ ортасына С дейсің. Мына жерге жазған кезде ОС тең 6 см деп жазсақ болады. Енді мына екіншісін дәл осылай шығарамыз. Дәл сондай жаңағыдай координаталық сәулені сызып аламыз. 10-ға дейін, 9-ға дейін, 11-ге дейін. Одан кейін біріншісін біздің О нүктесі деп қоямыз да, оны нумерациялаймыз. Яғни мен мына жерге 11-ге дейін сыздым, себебі В 11-ді құрайды деп тұр. Енді осыған біз бірінші А3-ті қоямыз. Одан кейін біз В11-ді қоямыз. Және осы екеуінің қақ ортасына дейді. Яғни мына екеуінің қақ ортасын санаймыз. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Яғни екеуінің қақ ортасы міне 4-4-тен құрап, 5-ші мына жерге қойдым, С болады. Сонда оны біз ОА3, ОВ11 деп жазамыз, немесе осы 7 см құрайды деп жазсаң болады. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі бізде 22-ші тапсырма. Мына бізде 21 болды, 22-ші тапсырма. Табақшалы таразы мен кіртастарын пайдаланбай 12 кг қантты қалайша массалар 9 кг және 3 кг болатындай бөліктерге бөлуге болады дейді. Яғни біз ол үшін бөліктерге бөлуге болады, кіртастарын пайдаланбай. Ол үшін біз мына 12 кг-ды мына жерде берілген, оны 2-ге бөлеміз, 6 кг болады. Одан кейін 6 кг-ды 2-ге бөлеміз, 3 кг болады. Одан кейін 6 кг, 3 кг тұсамыз, 9 кг болады. Яғни 3 жағдайда шығара аламыз. Немесе сурет түрінде көрсетейін, түсінікті болу үшін мына жерде тұрған 12 кг қант. Оны қалайша бөлуге болады дейді. Біз бірінші 2-ге бөлетін болсақ, 6 кг-нан болады. 6 кг-ды 2-ге бөлсек, 3 кг-нан болады. Мынаны 2-ге бөлсек, 3 кг-нан болады. Сонда мына үшеуі бізде 9 кг-ды құрайды деген сөз. Мына 6-ға 3 қосқанда 9. Сонда мына жерде бізде 9 кг қалады. Яғни осылай біз 9 және 3 кг болатындай етіп, мына жер 9, мына жер 3 кг болатындай етіп, 2 бөлікке бөліп қойдық. Осылай кіртастарды пайдаланбай бөлуге болады екен. 23-ші тапсырма. Алдар көсе 80 метр/минут жылдамдықпен Шығайбайдың үйіне келе жатыр. 1/5 суретте көрсетілген дейді. Координаттық сәуледе Шығайбайдың үйі А нүктесімен кескінделген. Мұндағы бірлік кесінді 40 метрге сәйкес дейді. Бірінші тапсырма енді координаттық сәуледе Шығайбайдың үйіне сәйкес нүктенің координатасын табыңдар. Екінші алдар көсе Шығайбайдың үйіне неше минутта жетті дейді. Енді бірінші шартын жазып аламыз. А бізде 320, яғни мына жердегі біздің С-мыз, бұл 320 метрді құрайды. В тең, яғни жылдамдық 80 метр/минут, Т белгісіз, яғни Т тең сұрақ белгісі деп жазып қойдым. Енді бұны шығару үшін бізге Т тең С бөлі В деген формуласы қажет. Яғни біз уақытты 320 метрді 80 метр/минутқа бөлеміз. Сонда 4 минут болады. Жауабы 4 минут деп жазамыз. Яғни Шығайбайдың үйіне алдар көсе 4 минутта жетеді деген сөз. Әрі қарай келесі 24-ші тапсырма. 1/6 суреттегі баланың тұрған орнына және оның иттің тұрған орнына сәйкес нүктелердің координаталарын табыңдар дейді. Егер бірлік кесінді 30 метрге тең болса, олар неше метр қашықтан бір-біріне қарсы жүгіріп келеді дейді. Мынаны табу керек болып тұр. Ең алдымен бірлік кесінді бізде 30 метр болып деп жазып аламыз. А тең 90.
мына жерде өйткені 90 деп жазылып тұрды, иә. В тең 330. Енді біз табу үшін 330-дан 90-ды азайтамыз, 240 болады. Әрі қарай мына жерге координатаға бүйтіп жазып аламыз. Өйткені әрқайсының бірлік метрі 30-дан деді. Сонда 30, 60, 90, 120, 150 деп 390-ға дейін жазамыз. Енді әрі қарай 240-ты тауып алдық. Екінші жолы 240 деп жазып аламыз. Бірінші жылдамдықты жазып қоямыз. Міне 3 метр секунд. Мына баланың жылдамдығы. Екінші жылдамдық 5 метр секунд. Уақыт белгісіз. Мына жерде Т тең белгісіз деп жазылып тұр. Балалар мына жерде көрінбей қапты. Енді оны шығару үшін біз С бөлу В қосылған 1, В қосылған 2 жақша ішіне деген формуланы пайдаланамыз. Яғни мына 2 жылдамдықты қосып аламыз. Бізде ол 8 болады. 240-та 8-ге бөлеміз 30 секунд. Сонда жауабы 30 секундта бір-біріне қарсы жүгіріп жетеді деп жазамыз. 25-ші тапсырма. 1-7 суретте шегірткенің секіру қозғалысы координаттық сәуле бойында кескінделген. Шегіртке координаттық сәуле бойымен А3 нүктесінен солға қарай дейді. Яғни мұны солға десе мына жақ болады. Солға қарай 2 бірлік кесіндіге секірген соң 2 рет 2 кесіндіге мына жаққа секіреді дейді. Оңға қарай 5 бірлік кесіндіге мына жаққа, оң деген мына жақ, 1, 2, 3, 4, 5 кесіндіге мына жаққа секіреді. Сонда балалар есте сақтайық. Солға 2 рет, оңға 5 рет бірлік кесіндіге секіреді. Шегіртке осылай қозғалысты жалғастырады. Шегіртке координатасы 2, 4, 5, 7, 9 және 12 нүктелерінің қайсында болады дейді. Енді шығарайық. Бірінші біз солға деді ғой, 3-тен 2-ні азайтамыз 1 болады. Одан кейін 10-ға 5 десе 1-ге мына шыққан 5-ті қосамыз 6 болады. Тағы да солай. 6-дан 2-ні азайтамыз 4 болады. 4-ге 5-ті қосамыз 9 болады. 9-дан 2-ні азайтамыз 7 болады. 7-ге 5-ті қосамыз 12 болады. 12-ден 2-ні азайтамыз 10 болады. Бұл мына жаққа жүрген. Енді мына жаққа жүрген 10-ға 5-ті қосамыз 15 болады деп шығарып аламыз. Сонда жауабы 4, 7, 9, 12. Міне 4, 7, 9, 12 шығып тұр екен. Енді осылардың қайсында болды? 2-де болған жоқ, 4-де болды, 7-де болды, 9-да болды, 12-де болды. Сонда 2 мен 5-те ғана болған жоқ екен. Қалғандарында болды деп жауабын жазамыз. 26-шы тапсырма. Ертегідегі орыс есебі дейді. Әкесі балаларына ақша береді. Ол үлкен ұлына барлық ақшасының жартысын және 1 рубль, ортаншы ұлына қалған ақшасының жартысын және 1 рубль, кіші ұлына қалған ақшасының жартысын және қалған 3 рубльді береді. Әкесі балаларына барлық қанша ақша берді дейді. Енді шығарып көрейік. Бірінші біз 3-ті 2-ге көбейтіп аламыз. Ол бізде 6 рубль болады. Енді екінші 6-ға 1-ді қосамыз 7 болады. 7-ні 2-ге көбейтеміз 14 рубль болады. Үшінші 14-ті 1-ге қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз 30 рубль болады деп шығарамыз. Енді жеке-жеке толығырақ түсіндірейін. Яғни ол әкесі 30 рубль ақша берген екен барлығы. Енді осы рубльді шығарып алдық, енді жеке-жеке әр ұлына бөлеміз. 30-ды 2-ге бөлеміз. Бізде болады 15, 15-ге 1-ді қосамыз 16 рубль. Сонда ұлына 16 рубль берді деген сөз. Енді жаңағы 30-дан біз 16 рубль алып тастаймыз. Өйткені барлығы ақшасы ол 30 рубль болған. Сонда 14 рубль қалып тұр. Енді осы 14 рубльдің шеңберінде кіші ұлын есеп, ортаншы ұлын есептейміз. 14-ті 2-ге бөлеміз, оған 1-ді қосамыз. Яғни 14-ті 2-ге бөлсек 7, 7-ге 1-ді қоса 8 рубль. Енді жаңағы 14 рубльден 8-ді азайтамыз 6 рубль болады. Әрі қарай. Енді көрінбей қалыпты, мен қайттан жаздым. Енді кіші ұлы әрі қарай шығарамыз. Міне 14-тен 8 айтқан 6 болды. Енді 6-ның шеңберінде әрі қарай оны 2-ге бөлеміз де, оған 3-ті қосамыз. Мына жерде бір-бірден қостық, өйткені 1-1 рубльден берген үлкен ұлы мен ортаншы ұлына, ал кіші ұлына 3 рубль берген соңында. Сондықтан 6-ны 2-ге бөлеміз, бізде 3 болады, 3-ге 3-ті қосамыз 6 рубль. Енді тексерейік. Мына жерде 14 рубль, мына жерде 6 рубль болды, Соны мен мына үшеуін қосамыз. 16-ға 8-ді, оған 6-ны қосамыз, 30 рубль шығады. Осылай шығарамыз бұл есепті. Келесі 27-ші тапсырма. Мына 1-8-ші суретте санақ басы 10 нүктесі болатын дейді. Мына 10 нүктесі болатын. Бірлік кесінде 60 километрге тең координаттық сәулелері кескінделген. Қостанай, Павлодар, Жезқазған қалаларын Астана қаласына арақашықтықтарын жуықтап табыңдар дейді. Енді мына Астана мен Қостанайдың арасын, Астана мен Павлодар, Астана мен Жезқазған арасын табамыз. Ол үшін біз мына Астана мен Қостанайды бірінші табамыз. Мына берілген мына сызықтарды санап аламыз бірінші. Мысалы,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 болып тұр, иә. Бірінші бізде 10 11 болып тұр екен қазір. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мына жерге дейін 11 болады, иә. Сонда Астана мен Қостанай арасы жуықтап алғанда 11 дейміз де, оны 60-ға көбейтеміз, өйткені міне бірлік кесіндісі 60 деп тұр. Сонда 11-ді 60 километр көбейтсек 660 километр. Яғни Астана мен Қостанайдың арасы жуықтап алғанда, балалар, бұл нақты ақпарат емес, жуықтап алғанда 660 километр дейміз. Енді Астана мен Павлодарды санаймыз. Ол үшін мына бірліктерін санап аламыз. Бізде 8 шығып тұр. 8-ді тағы да 60-ға өтеміз, 480. Яғни Астана мен Павлодардың арасы 480 километр жуықтап алғанда деп есептейміз. Енді Астана мен Жезқазғанның арасын есептейміз. Ол үшін біз мына бірліктерді санаймыз. 9 болды мен санауым бойынша. 9-ға 60-ды көбейтеміз, 540. Сонда жуықтап алғанда мына аралық 540. Енді балалар, нақтысын айту үшін мен интернеттен қарадым. Нақтысы интернетте ақпарат көзіне сүйенсек, Қостанай мен Астана арасы 741 километр, Павлодар мен Астана арасы 438 километр, Жезқазған мен Астана арасы 612 километрді құрайды екен. Енді жуықтап алғанда біз мына үшеуін жазамыз, нақты ақпаратқа сүйенсек, мынаны жазатын боламыз. Осымен бүгінгі екінші сабағымыз аяқталды. Балалар, менің каналыма тіркеліп қойыңдар, әрі қарай да барлық сабақтарды осылай шығарып отыратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.